Сәлеметсіздерме? Біз қазір волольный белок жасаймыз. Оған қопсатқышқан, тұз, қант, сары май и қаймақ и жұмыртқа. Енді қопсатқыш саламыз. Енді тұз саламыз кішкене. Енді қант саламыз. Сары майды саламыз. Енді кружкамен қолмен жасаймыз. Қаймақ енді. Енді қамыр жасаймыз. Енді тестамызды пакетке саламыз, тоңазытқышқа. Тестамыз дайын болғанша салмасын дайын. Қопсатқыш, кукурузный лахмак. Қопсатқыш, қант, қаймақ және жұмыртқа қажет. Туалға енді барын қойсақ, енді блендермен барын араластырдық. Салмағымыз дайын, енді тестамызды жаямыз. Қамырымыз дайын, енді вилкамен жасып шығамыз. Енді салмағымызды саламыз. Менде бал смородина ягодамен сандеуге болады. 180 градусқа пешке саламыз. Біздің творожный пирогымыз дайын болды. Пирогымыз пісіп қалды. Енді дамын жеп көрейік. Дам да бопты. Жеткенмен болған жаңа елшіктерді пішіп болыңыздар. Сау болыңыздар.